тапа-тал түстеп, жұмыс уақытында, анда итпен, ана собырлар жүр ма, маска же сондай. Бәрін тергеп тексеріп ана шкафчиктің бәрін. Мынау не беспредел, мына адамды, халықты деген қорқыту, үркіту жұмыстары жасалып жатыр ғой. Мына Тоқаев қатты қорқып жатқан сияқты ғой халықтан. Шақырылды. Сотта адамдар кіріп шығып жатыр мында. Бұлар жүр иттермен. Не операция анау, не мероприятие. Маған өйтіп қарамаңыз. Мына вообще обнаглевший, мына канцелярияның қыздарына дейін ала көзімен қарап, мыналарға дейді ала көзімен қарап тесіп баратыр адамды. Өйтіп қарамай қойыңдар. Этика деген жұрды, этикадан жұрдай бұлар. Есікті жауып тұр, бәрін тексеріп тұр бұлар. Халық кіріп шығып жүр мына жаққа. Тыныш бәрі, тыныш. Тыныш. Мұнайлы аудан полициялары ғой. Ол 5 күндік жұмысқа кіріп кетіп. Полиция деген қазір қорлау орган болып кетті ғой. 5 күндік жұмысқа кіріп кетті. Вокзалға собыр қойып қояды автоматпен. Бұлар өстіп жүреді ана мемлекет мекемелерде. Әй жоқ, шәй жоқ. Қарындары қампиып жүреді. Халықтың ақшасына тойып алған. Жаңа құрылтай болады деген, сосын ана заңды, ана заңсыз конституция заңды күшіне енеді 1 шілдеде. Соған мынау қорқыту, үркіту ғой. Тоқаев подгузниктерін ауыстырып үлгере алмай жатыр.